Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Біз адал елдің ұрпағымыз тақырыбының негізінде 3-ші Б сынып әдебиеттік оқу пәнінен адамдық борышың атты сабағымызды бастаймыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты шығарманың түрін анықтайсыңдар. Мәтіндегі негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін сөйлемді табуды үйренесіңдер. Құрметті оқушылар, олай болса, біз өткен сабақта борыш сөзіне тоқталған болатынбыз. Мына сызбаны пайдаланып, борыш сөзін міндетім, парызым деп айтып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар, құрметті оқушылар. Ата-ананы қорғау менің міндетім, отанды қорғау менің парызым. Яғни, құрметті оқушылар, борыш сөзін парызым, міндетім сөздерімен алмастырып айтуға болады екен. Отанды қорғау менің парызым. Құрметті оқушылар, олай болса, оқулығымыздағы 50-ші беттегі өлеңді мәнерлеп оқиық. Адамдық борышың. Адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Құрметті оқушылар, сөздікпен жұмыс. Бұл жерде тұл сөзі жеміссіз, өнімсіз деген мағынаны білдіреді. Олай болса, құрметті оқушылар, өлеңдің негізгі ойы қандай? Дұрыс айтасыңдар, құрметті оқушылар. Өлеңнің негізгі ойы адамның міндеті артына із қалдыру. Адамның борышы халқына адал еңбек ету, әділ болу, парасатты болу, білім мен өнер үйрену, мансап үшін мақтанбау, сонымен қатар жемқорлық жасамау екен. Олай болса, құрметті оқушылар, өлеңнің авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шәкәрім Құдайбердіұлы Семей өңірінде дүниеге келген екен. Олай болса, ақынның шығармашылығы туралы толығырақ айтатын болсақ. Дала ойшылы атанған философ ақын Шәкәрім Құдайбердіұлы ең алдымен адам бойындағы адамгершілік, адалдық қасиеттерді жырлады. Қазақ қауымына адал еңбек етіп, бойына білім нұрын сіңіріп, сол арқылы биік шыңға жетістікке жетсін деген ой тастайды. Өзінің өмірдегі мұрат пен мақсатын айқындап, халқына адал серт беріп, адамдық борышың ар үшін, барша адамзат қамы үшін серт қылғам, еңбек етем деп, алдағы атар таң үшін деген екен. Бәрін қанағат қыл да, адал еңбек қыл деген ақын өзінің өсиетінде. Сондай-ақ Шәкәрім адалдық турасында мақтан үшін мал жима, жан үшін жи, ғибадат пен адалдық ар үшін жи деп, бақыттың өзі адалдыққа негізделетінін айта келіп, парасатты тұлға болып қалыптасу үшін адам бойындағы асыл қасиеттердің бірлікте болу керектігін ашып көрсеткен. Сонымен, құрметті оқушылар, Шәкәрім адалдық, қанағатшылдық, білімге құштарлық, парасаттылық жайлы өз өлеңдерінде көп жырлаған екен. Сонымен, құрметті оқушылар, парасатты тұлға болып қалыптасу үшін ақын мұрасында айтылған ізгі қасиеттерді бойымызға жинауымыз керек екен. Құрметті оқушылар, Шәкәрім аталарың туралы толық мәлімет алдыңдар деген ойдамын. Олай болса, құрметті оқушылар, сендерге тапсырма. Жаман деген немене, жақсы деген немене? Осы сұраққа жауап беріп көрейікші. Дұрыс айтасыңдар, құрметті оқушылар. Жақсы деген сыпайы, жомарт, арлы, әділетті, адал. Жаман дегеніміз талапсыз, жалқау, еріншек адамдарды айтады екенбіз. Құрметті оқушылар,
осы өлеңнің негізгі ойын түсініп, сендер де болашақта білімді, ақылды, парасатты адам болып қалыптасатындарыңа менің сенімім мол. Олай болса, құрметті оқушылар, адамның борышы неде? Адамның борышы үлгі болу, борышын өтеу, өз міндетін атқару, мансап қумау, ар-намысты ардақтау, сонымен қатар адал еңбек ету екен. Құрметті оқушылар, олай болса, келесі тапсырма тірек сөздерді пайдаланып, мақал-мәтелмен байланыстырып көрейікші. Сонымен, құрметті оқушылар, тірек сөздерді пайдаланып, мақал-мәтелдерді байланыстыратын болсақ, білім ақыл, білімдіден ақыл шығар, ақылдыдан нақыл шығар. Әділдік мақсатқа жеткізеді. Ар-намыс, ерді намыс өлтірер, қоянды қамыс өлтірер. Талапты тас жарар, талапсыз бас жарар. Адалдық, асылдың бірі адалдық. Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер. Құрметті оқушылар, шәкәрім өсиеті баршамыздың жан дүниеміздің айнасы болуы қажет. Сондықтан, құрметті оқушылар, ішкі жан дүниемізді байытып, ар-намысымызды таза ұстауға талаптанайық. Осымен қорыта келгенде, құрметті оқушылар, шығыс елінің тумасы шәкәрімнің асыл сөздерімен бүгінгі сабағымызда таныстыңдар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.